Бүгінгі видео D витаминіне арналады. D витаминінің ағза денсаулығы үшін маңызды рөл атқаратыны нақты дәлелденген. D витамині балаларда рахит ауруының алдын алу үшін және оны емдеу үшін қолданылады. Ал ересек адамдарда остеопороз, остеомаляция жағдайларын, гипопаратиреоз, малабсорбция, ішек резекциясынан кейінгі жағдайларды емдеуге арналған. Ал оның профилактикалық дозасын барлық адамдарға, балаларға қабылдау керек. Витаминді қабылдамай тұрып, міндетті түрде D витаминінің венозды қандағы мөлшерін анықтаймыз. Егер D витаминінің мөлшері 30-100 нанограмм миллилитр болса, онда ол қалыпты жеткілікті мөлшері. Ал 100 нанограмм миллилитрден асып кетсе, ол токсикалық көрініс пайда болатын мүмкін мөлшері. Ал 200 нанограмм миллилитрден асып кетсе, ол абсолютті түрде токсикалық, яғни уытты әсер ететін көрсеткіш. Егер D витамині сізде 21 мен 29 нанограмм миллилитр аралығында болса, онда ол жеткіліксіз мөлшері. Ал 20 нанограммнан төмен болса, онда айқын D витаминінің жетіспеушілігі бар деген сөз. D витаминінің профилактикалық дозасын қабылдау үшін анализ тапсыру міндетті емес. Бірақ егер сізде қосымша созылмалы аутоиммунды аурулар болса, міндетті түрде тапсыру керек. Себебі бұл ауруларда жиі дефицит, жеткіліксіздік болады. Рекомендация бойынша D витаминінің препараттары Аквадетрим және Вегантол. Егер ала алсаңыз, басқа да фирмалардың да препараттарын қабылдауға болады. Қай кезде D витаминін қабылдауға болмайды? Яғни қарсы көрсетілімдері. Бірінші, қанда және зәрде кальцийдің жоғары болуы. Мысалы, гиперпаратиреоз ауруы. D витаминінің гипервитаминозы. Бүйректе кальций оксалатты тастар болса, мысалы, бүйрек тас ауруы кезінде. Бауырдың және бүйректің созылмалы аурулары. Бүйрек жеткіліксіздігі, туберкулез, саркоидоз ауруы. D витаминіне аллергия болса, D витаминін қабылдау қауіпті болады. Жүкті әйелдерге тек дәрігер нұсқаулығымен қабылдау керек. Себебі D витаминінің артық дозасы, яғни гипервитаминоз, ұрыққа тератогенді әсер етеді, яғни ұрықта ақаулардың пайда болуына әкеледі. Препараттың екі түрлі формасы бар: суда еритін түрі және майда еритін түрі. Енді бұл екі түрін қай уақытта қалай қолдану керек, соған тоқталамыз. Егер де сізде асқазан ішек жолының аурулары болмаса, онда сіз майда еритін формасын майлы ерітінді түрінде немесе капсула түрінде қабылдаңыз. Ал егер сізде холестаз, яғни өттің толуы, созылмалы холецистит, панкреатит, стеатогепатит, бұл дегеніміз бауырды май басу, әсіресе семіздік кезінде. Содан кейін холецистектомиядан кейінгі, яғни өт қабын алып тастаған кейінгі жағдайда майлы тағамды көп қабылдасаңыз, онда суда еритін формасын қабылдаған дұрыс. Себебі бұл аурулар кезінде өт қышқылдары дұрыс бөлінбегендіктен, дұрыс жұмыс жасамағандықтан, май тамшылары да әрі қарай бөлшектеніп ыдыратылмайды. Соның нәтижесінде D витаминінің майлы түрі дұрыс сіңірілмейді. Сондықтан суда еритін түрін таблетка немесе порошок түрінде қабылдаған дұрыс. Қандай дозировкада қабылдаймыз? Бірінші, емдік дозалары. Емдік доза дегеніміз анализ тапсырғаннан кейінгі D витаминінің жеткіліксіздігін көрсетсе. Егер сізде витамин D-ның қандағы мөлшері 20 нанограмм миллиден төмен болса, онда сізде витамин D-ны қабылдаудың бірнеше нұсқасы бар. Соны өзіңізге ыңғайлысын таңдап аласыз. Бірінші, күн сайын 7000 единицадан 8 апта бойы қабылдайсыз. 8 апта дегеніміз 2 айға жуық уақыт. Ал немесе бір аптада 50 000 единица қабылдайсыз да, бірақ соны 8 апта бойы жалғастырасыз. Немесе айына бір рет қана 200 000 единица қабылдайсыз да, оны 2 ай қабылдайсыз. Немесе айына бір рет 150 000 единица қабылдайсыз, бірақ бұны 3 айға жалғастырасыз. Егер витамин D-ның мөлшері 20-30 нанограмм болса, онда оны қабылдаудың да бірнеше түрі бар. Бірінші, 7000 единицаны күн сайын 4 апта бойы қабылдайсыз, немесе
50 мың единицаны апта сайын 4 апта бойы қабылдайсыз. Немесе 200 мың единицаны айына бір рет бір ай қабылдайсыз. Немесе 150 мың единицаны айына бір рет бір ай қабылдайсыз. Егер де витамин D-ның мөлшері 30 нанограммнан жоғары болса, онда қабылдаудың тағы да бірнеше нұсқасы бар. Бірінші, күн сайын 1000-2000 единица қабылдайсыз, немесе 6000-14000 единицаны аптасына бір рет қабылдайсыз. Үнемі қабылдап отыру керек. 6-12 айдан кейін D витаминінің қандағы мөлшерін тексеру қажет. Көріп отырғандарыңыздай, витамин D-ны күн сайын қабылдауға болады. Егер күн сайын ұмытып кетемін дейтін болсаңыздар, аптасына бір рет немесе айына бір ретте қабылдайтын түрлері бар. Оның барлығы әртүрлі осы D витаминінің фирмаларына байланысты және соның сыртында жазылып тұратын дозаларына, дозировкалеріне байланысты. Ішінде қанша мың единица витамин D бар, соған байланысты есептеледі.